Қостанай облысы, Рудный қаласы әкімдігінің Бейімбет Майлин атындағы нөмірі 7-ші мектеп гимназиясы 2011 жылы 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша бой көтергеніне бүгінде 10 жылдай уақыт өтіп, көш бастаған табысты мектептер қатарында. Мектеп жетістіктері үшін биік парасаттылығымен, талмас еңбекқорлықпен ұжымды басқарып отырған Бірманова Қымбат Исламбек қызының ерен еңбегі ерекше. Қазірде мектеп гимназиямыздың басқа мектептерден өзгешеліктер де бар. Солардың бірі әр дүйсенбі мен сейсенбі күндері бірінші сабақтан кейін өз нақышында қара жорға ұлттық биін билеуі және сәрсенбі мен бейсенбі күндері 15 минуттық уақыттарын әдеби кітап оқуға арнаулары. Мектебіміздегі өз кәсібін жете меңгерген кемел ұстаздарымызбен терең білімді бойларына дарта білген дарынды оқушыларымыздың арқасында биік жетістіктерді бағындыра жүріп, 2016 жылы мектебіміз үздік деп танылып, мектеп-гимназия мәртебесіне ие болды. Шығармашылықпен жұмыс жасай білетін, кәсіби шеберлігі жоғары ұстаздарымыз сапалы білім беруде, сандық және инновациялық технологиялар қорын жетік қолданып жүр. Сондай-ақ заман талабына сай информатика, биология, химия және физика секілді пәндерді 3 тілде жүргізеді. Әр баланың бағдарына айналып жүрген, жаңашылдыққа жандары құмар, ерекше шәкіртжанды ұлағатты ұстаздарымыздың елеулі еңбектерінің нәтижесі жыл сайынғы ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары нәтиже көрсетуде. Білім ошағында жүрген әр баланың бос уақытын тиімді ұйымдастыра білу әр мектептің міндеті. Біздің мектеп гимназиямыз ұмыт болып бара жатқан ұлттық құндылықтарды келешек ұрпаққа дәріптеу мақсатында қазандоп, хан талапай сияқты ұлттық ойындарды қайта жаңғыртып, білім алушылардың қызығушылықтарын арттыруда. Басталды ойын, алақай! Балалар, бүгін хан талапай ойынын ойнайық. Сонымен қатар, әр білім алушының жеке қызығушылықтарын ескере отырып, мектебімізде волейбол, баскетбол, үстел теннисі, қазақша күрес және тағы басқа спорттық секциялар өткізіледі. Білім алушылардың болашақта табысқа жетуіне жетелейтін, ойлау қабілеттерін шыңдай түсетін, шығармашылық қабілеттерін арттыратын, құмдағы бейнелер мен қол моторикаларын дамытатын, шебер қолдар, қыл қалам секілді үйірмелер де қарқынды жұмыс жасайды. Ұлттық дәстүрімізді насихаттайтын ән күйлерді үйрету үшін арнайы қазына музыкалық аспаптық ансамблі жұмыс жасайды. Мектеп гимназиямызда арнайы заманауи құрылғылармен жабдықталған экологиялық бағыттағы жұмыстарды атқарып, экотанымдық сабақтар өткізілетін экоша кабинеті жұмыс жасайды. Бұл білім алушылардың экологиялық сауаттылығын арттырып, экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. 2019 жылы өлкеміздің танымал тұлғаларының бірі қылқалам шебері Бейімбет Майлиннің 125 жылдық мерейтойына орай мектеп гимназиямыз би ағаның атын алып, білім ошағының төрінен өлкетану мұражайы орын тепті. Аталмыш мұражайда би ағамызға арналған бұрыш қаланып, өлкеміздің тарихи тұнған қор көздермен қамтылған. 3 арыз кітабы, бұған Секен Сейфуллин, Ильяшин Сүгіров және Бейімбет Майлин кіреді. 2017 жылдан бастап инновация мектептері арасында көш бастап жүрген мектеп гимназиямыз алдағы уақытта да өз қанжығасын тек жүлделі орындармен бағалы сыйлықтарға толтырып, республикалық, халықаралық деңгейлерден де көрінері анық. Әрине, бұл тек өз ісіне берілген
жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкірттерінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізем деп жүретін ұстаздар ұжымының еңбегінің нәтижесінде ғана іске асары сөзсіз. Біз өз ұжымымызбен және өз оқушыларымызды мақтан тұтамыз. Мектеп гимназиямыз табысты оқушылар мектебі деп аталуының өзі оқушыларымыздың түрлі республикалық, халықаралық додаларда бірнеше дүркін орындар иеленгендігін айтып отыр. Атап айтсақ, халықаралық Түркия елінің қаласында өткен оқушылар мен студенттердің 17-ші Анталия олимпиадасында география, математика пәндерінен алтын медальмен, орыс тілі, физика пәндерінен қола медальмен оралып, қазақ елінің намысын қорғап келді. Республикамыздың Байқоңыр, Алматы, Нұрсұлтан, Шымкент, Атырау қалаларында өткен ғылыми жобалар сайысында да жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Бұл күні де күн бар екен көретін. Жас дейіп, тілекті Алла беретін. Жанашып жол бастаған жастарға ақыл тілеген азаматтар ереді. О баста зор осы ғой тілектің, зарлайтына қайғы басып жүректің. Әруақ жары боп атқа мініп қамданды, демей алаш әлім бітіп жүдейін. Құтты болсын, алашылы теңдігің, көп жыл жүріп қолға түскен елдігің. Атқа мініп, ұраныңды шақырып, бірлік үшін басты қосқан елдігің. Жұрттың іші, жұрт қозғалса гүлденер, қызыл жасыл гүл бақшадай түргірер. Алалықты арадағы жойдырып, заман келді, бірге тұрып, бір жүрер. Алаштуын желбіретіп қолға алып, мынау жау деп қаймықпай еш қорғанып, үрім бұтақ тәсіл-нәсіл бәріңе кетіңдерші, бітпейтін бір жол салып. Жұртты сүйер, ерлер шығып қол басы, саф азамат бағлан болып жолдасы. Жарық сәуле ендіретін қазаққа мәңгі жылдар жасасын алаш ордасы. Көзіңкаш, оян қазақ көтер баста, өткізбей қараңғыда бекер жаста. Кел балалар оқылып, оқыған көңілге ықыласпен тоқылып. Балалар оқуға бар, жатпа қарап. Елім-ай, бүрсін үшін міндік атқа, көзден жем қылмаймыз тебенді жатқа. Алаштуын көтеріп ұрондалық, қарамай шапқан қылыш, атқан оққа.
balası mı? Seni alaşımın balası mı? Namusum o ömrümüz Kazak'ın balası mı? Söyledim girişim namuslumun celbetim Bilirsin yerimizsin bilirsin bildiğin Karan olay alaşının alada olay balasın Seni alaşının Oğlanın parası Namusum o ömrümüz Kazak'ın balası var Seni alaşının Oğlanın parası var Namusum o ömrümüz Kazak'ın balası var Seni alaşının Namusum o ömrümüz Kazak'ın balası mı? Seni alaşının Oğlanın parası var Namusum o ömrümüz Kazak'ın balası mı?